Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Бүгінде театрымыздың залы кішкентай болса да көңіліміз үлкен, таланттымыз үлкен театр қосылып тұр. Ең негізгісі кеше Болат бауырымыз отыр, жаңағы әкімге кіргенде бір жақсы сөз айтты. Жақсылықты бөліссең көбейеді дейді. Мына біздің театрға үлкен ғимарат саламыз деген сондай жақсы сөз шығып жатыр. Талант ортақ. Сондықтан бүгінгі біздің маусымға қош келдіңіздер. Театрым. Сен неткен қызғаншақ едің, неткен әділетсіз қатал едің. Бүгін түнде Абайды өлтіріп, қанды жуыңдар. Естен кетпестейсі танымай қалыңдар. Қол күш сендерден, мал күші менен. Қашанда Астана жұртшылығы көрермені үшін өте ыстық театр, шоқтығы биік театр. Маусымның ашылуы шынымен де бір тебірентер, толғатар, бір қуанышты хабар екені бәрімізге де белгілі. Сол тілекші болып, осы өзім курстастарым ойнайтын болғаннан кейін де келген жайым бар. Енді Мұхтар Әуезовтың Абай ол қашанда Абай. Бүгінгі шығармадан жалпы адам баласы театрға не берем, не көрем деп келмей, не алып кетем деп келеді. Шынымен мен өзім студенттерімді ертіп келдім шабыт университетіндегі, Қазақ ұлттық университетіндегі муздраманың бірінші курс студенттері. Біз үшін сабақ, тәжірибе, көп ой түйіп қайтты балаларым. Ой түйіп қайтты. Сол себептен де қас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер театр деп Ғабең тегін айтпаған. Театр ол қашанда мөлдір, театр ол сусындайтын жер, қоректенетін, рухани күш жинайтын шаңырақ театр. Қалеки театрының барша ұжымы шын жүректен 26 маусымның ашылуымен құттықтаймын. Шығармашылықтарыңызға табыс тілеймін.